Наша организация занимается... Біздің ұйым өртке қарсы жүйені орнатумен айналысады. Олар автоматты түрде өрт сөндіретін су, газ, ұнтақ, аэрозоль жүйелері және автоматты өртпен күзет дабылын монтаждайды. Сондай-ақ біз бұл жүйелерді жобалаймыз. Біз Қазақстан Республикасы әуежайларының ірі терминалдарын, сауда орталықтарын, бірінші және екінші деңгейлі банктерді жобаладық. Және техникалық қызмет көрсетуді пайдалану саласымен айналысамыз. Яғни, біздің компания әр жобаны орнату мен пайдалануды басынан бастап, аяғына дейін өзі жүргізеді. Бұл салада мол тәжірибеміз бар. Біз техникалық шешімдердің тиімді, тиімсіз жақтарын білеміз. Бұл өте маңызды. Біздің ұйымның басты мақсаты адам өмірін құтқарып, кез келген уақытта жұмыс істеп, өрт сөндіруді қамтамасыз ететін, әттеген-айы болмайтын жобаларды жасау. Бұл үлкен еңбек. Соңғы 5 жылда саланың үздігі ретінде бізге берілген медальді иеленіп келеміз. Ал 2021 жылы бізге Қазақстан Республикасында жетістікке жеткен экономикалық бағыттағы өз саласының үздігі ретінде құрмет медалі берілді. Яғни, көп жұмыстар атқарылды және ол бағаланады. Біздің отбасымыз өрт сөндірушілер әулеті. Әулетіміздің үлкені менің әкем Рау Петр Иванович. Ол кәсіби өрт сөндіруші. Әкем зейнетке шықса да өмірін азаматтық қорғау саласын дамытуға арнауды жөн көрді. Серіктестерімен компания ашты. Олар алғашқылардың бірі болып өрт сөндіру жүйесімен айналыса бастады. Мен де жанында болдым. Бұл мені де қатты қызықтырды. Білесіз бе, егер де жұмыстың түпкі мақсаты адамдарды қорғауға, олардың өмірін сақтап қалуға бағытталса, онда ерекше сезімге бөленесің. Әкем әрдайым өрт сөндірумен айналысқан. Ол әрқашан адам өмірінің құндылығы жайлы айтатын. Біздің жұмысымыз қауіпсіздік жүйесін құру болғандықтан, ол да әрқашан адам өмірімен байланысты. Ата заңға сәйкес адам өмірі ең жоғары құндылық. Оның қауіпсіздігі негізгі фактор. Егер заңда көрсетілмеген болса да, бәрі адам үшін, оның қауіпсіздігі үшін жасалуы керек. Олардың өмір үшін. Адам өмірі деген не? Өздеріңіз білетіндей, біз жазушының айтуынша адам өмірі бүкіл мемлекеттің тарихынан әлдеқайда қызықты. Яғни біз әрқайсымыз өзіндік ішкі әлемі бар үлкен ғаламбыз. Әрқайсымыздың отбасымыз бар. Сондықтан мемлекеттің қауіпсіздігі маңызды. Менің үлкен отбасым, 4 балам, сүйікті жарым бар. Кез келген адам үшін отбасы ең басты құндылық. Мен үшін де солай. Менің балам 1-ші сыныпқа барды. Компьютері, электронды тақталары, жаңа парталары бар мектепте оқиды. Біз оқыған кезде мүлдем басқаша болатын. Мұндай жағдайды біз тек армандай алатынбыз. Менің түсінігімдегі тәуелсіздік бұл мемлекеттің басқа елге жаутаңдамай, ішкі саяси жүйелерге ғана тәуелді болуы. Біз барлық мәселелерімізді өз бетімізше шеше аламыз. Менің ойымша біздің елде мұндай мүмкіндік бар. 100% болмаса да 99 бар. Біз әрқашан қауіпсіздік саласында шектеу жоқ дейміз. Мен оны әрдайым қалаймын. Көп нәрсе ойдағыдай бола бермейді. Менің арманым аспанымыздың әрқашан ашық болуы және адамдардың денінің саулығы. Бәрі жақсы болса деймін, бұл ең үлкен арманым. Все было хорошо. Это самая большая мечта. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сенбінің таңын керемет көңіл-күймен бастасақ, күніміз сәтті өтеді. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты болсын. Дәл осы уақыт межесінде еліміз түрлі салада жетістікке жетіп, жер шары Қазақстанды таныды.
Бүгінгі эфир тәуелсіздік тақырыбына арналады. Құрметті мейманымыз қазақ телевизиясының ардагері Баян Балтабайқызы Секербай. Сізді ортаға шақырамыз. Қайырлы таң, көңіл-күйіңіз қалай? Өте жақсы. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Баян Балтабайқызы, сізді осы тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтағымыз келіп отыр. Жалпы қазақ телевизиясының үздіксіз дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосқан маман ретінде білеміз ғой. Енді біздің көріп отқан көрерменге ақжарма тілегіңіз, жастарға бір тағылымыңыз болса. Енді мен біріншіден осы барша қазақстандықтарды тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен құттықтағым келеді. Тәуелсіздік күнімен құттықтағым келеді. Тәуелсіздік күні бұл мереке біздің еліміздің ең қасиетті, ең қастерлі мерекесі. Менің тілегім біздің тәуелсіздігіміз одан сайын нығайып, біз шынайы тәуелсіздікке, әсіресе экономика саласында еркіндікке қол жеткізсек деп тілеймін. Жастарға айтатыным осы бізге ата-бабаларымыз осындай ұлан-ғайыр жер қалдырды. Сол жердің иесі біздің жастарымыз болса екен деп тілек білдіргім келеді және тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Айтқаныңыз келсін. Сұхбатымыз бастайық онда. Жақсы. Баян Балтабайқызы, енді бүгінгі қаузайтын тақырыбымыз ол тәуелсіздік. Алдымен бастамас бұрын бұл тақырыпта өзіңізге келетін болсақ, жалпы мамандығыңыз естуіңізше басқаша, журналист емес. Осыдан бастасақ, қандай мамандықты бітіргесіз? Мен енді өзім негізінде физика-математика факультетін бітіргем. Осы Целиноград, ол кезде Целиноград қаласы ғой енді. Өзім осы Ақмоланың тумасымын. Сосын жаңағы 9-10 шақты жылдай жаңағы осы салада жұмыс істедім. Мектепте жұмыс істедім, одан кейін жоғарғы оқу орнында жұмыс істедім. Маған мен жоғарғы оқу орнында жұмыс істеп жүргенде, Алиит деген жер болған. Сонда жұмыс істеп жүргенде, сонда бір әріптесім айтты: "Ой, сіздің даусыңыз керемет." Ол өзі армандаған екен телевидениеде жұмыс істеуді. Лариса Попова деген құрбымыз болған, сол айтады: "Мен өзім армандап едім осында, бірақ мен конкурстан өтпей қалғам. Сіз барсаңыз көреді" деп. Сол бір ойымда қалған екен. Содан естіп отырдым, біздің мына облыстық телевидениеға байқау жарияланып жатыр. Содан осы мен неге қатысып көрмейін деп, сол қатысып көрдім. Және де енді жасымда келіп қалған, ол кезде жастың шектеулері болады ғой, сол 30-ға дейін ғана адамдар қатысады. Енді мен бір жарты жылдан кейін ондай байқауға да қатыса алмайды екенмін, осыған қатысып көрейін деп, сонда келгенім сол. Сол орталық телевидениенің эфиріне шықты. Сонда енді қазақ қыздарынан, ол енді өз 87-ші ашылып, 91-ші жылы Кеңес одағы ыдырап кетті ғой енді. Сол кезде бір 4-ақ жылдың ішінде бір 3-4 ғана қазақ қыздары біз сол орталық телевидениенің эфиріне шыққанбыз. Баян Балтабайқызы, жаңа сөзіңізде айтып кеттіңіз тәуелсіздік туралы 91-ші жыл деп. Жалпы мына 1991 жыл 16 желтоқсан жоғарғы кеңес депутаттары бар Нұрсұлтан Әбішұлы тәуелсіздікті жариялады. Сол кезде сіз қайда болдыңыз, қандай сезімдеріңіз болды? Осымен бөлісіп отырсаңыз. Енді біз ол кезде, мен жаңағы осы Қазақстан ұлттық арнасында жұмыс істеймін. Онда әрине ең бірінші кезекте бізде қуаныш болды. Өйткені біз енді жаңағы орталықтан, солардың жаңағы нұсқауымен жұмыс істеп қалған адамдарымыздар ғой, енді сол кездегі өзі түгел жүйе солай болды. Сондықтан бізде ең бірінші кезекте қуаныш болды. 9 желтоқсан күні жаңағы осы Қазақстан ұлттық арнасының өкілдері осында келдік. Ең бірінші біз эфирге неде шықтық? Қарашаның 8-інде, 1997 жылы қарашаның 8-інде, онда біз 2 студияны дайындадық. Ол жаңағы Алматыдағы студия, сосын бізде мынау Целиноград облысы, Ақмола облыстық студиясы бар ғой. Сол жердегі, қазір Мәскеу көшесіндегі вышка тұр ғой, сол жердегі дайындадық. Кейде Алматыдан жасалған барлық сюжеттер біз перегонмен Алматыдан бізге келеді, біз осы жерден жинап қайтадан Алматыға береміз, сосын Алматыдан солай шығатын болды. Сөйтіп кеткен жағдайлар болды. Неге 8-ші қараша күні, қарашаның 8-інде біз эфирге шықтық? Өйткені сол күні осында мемлекеттің рәміздері көшірілген болатын, жаңағы елтаңба, ту, байрағымыз деген сияқты, соның эталондары осында көшірілген болады.
Статистика бойынша әр үшінші адамға кем дегенде бір рет донорлық қан құйылады. Қан тапсырғанда донордың инфекцияларды жұқтыру қаупі барын жиі естиміз. Бұлай тек қан құю орталығында болмағандар, қан тапсырып көрмегендер ғана айтады. Себебі қазір қан тапсыру қауіпсіз шара. Өйткені донация кезінде тек заманауи әрі зарарсыздандырылған жабдықтар қолданылады. Компания Airamед является фармацевтикой. Airamед компаниясы медициналық мақсаттағы бұйымдарды шығаратын фармацевтикалық кешен. Компания қан донациясына арналған контейнерлерді шығарумен айналысады. Шикізаттан бастап дайын өнімге дейін сапасын бақылап, зарарсыздандырады. Ал зарарсыздандырылған өнім микробиологиялық тазалыққа тексеріледі. Нәтижесі барлық стандартқа сай болса, сапаны бақылау бөлімі арнайы төлқұжат береді. Кейін дайын өнім сатылымға жіберіледі. Соответственно, в данном случае готовый продукт используется в реализации. Airamед 5 жылдан астам уақыт бойы медициналық ұйымдарды қан элементтерін дайындайтын құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп келеді. Олардың сапалылығын анықтау үшін зертханалық сынақтан өтеді. Химиялық талдау бөлімінде жасалады. В этих отделениях проводятся химические анализы, то есть... Біз сапаны бақылау бөліміндеміз, яғни химиялық талдау зертханасында. Мұнда титриметриялық, потенциометриялық талдаулар жүргізіп, кондуктометрлік және спектрометриялық сараптамаларды жүргіземіз. Сонымен қатар хроматография кабинеті де бар. Қазақстанның мемлекеттік фармакопеясының GMP бойынша барлық талдау жасалынады. Сондай-ақ тек біздің ұйым ғана ұсынатын арнайы стандартты операциялық шараларымыз бар. Airamед қан тапсыру орталықтарында қолданылатын донациялық жабдықтардың сапасына жауап береді. Қан тапсыру сізге көп пайда әкелмесе де қаупі жоқ. Керісінше сіз тапсырған қан бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға септігін тигізеді. Сондықтан донор болу мәдениетін кеңінен насихаттағанымыз жөн. Бұл сіз бен бізге қоғамға пайдалы шара. Керемет сол 90-шы жылдардың енді аяғына қарай жаңағы камера, ол БТКам камерасы болатын. Сол. Одан кейін әрине жағдай түзеле бастады. 2000 жылға қарай біздер де жаңағы GVC Pro, DVCam дегендерге көштік. Одан кейін қазіргі жағдайда міне цифрлық мысалы неге көшіп отырмыз ғой, техникаға. Мен енді өзім журналист болып жұмыс істегенде жаңағы іс-сапарларға да шыққанда менің есімде мынау алғашқы ұялы телефондар шықты ғой, сонда үлкенде бір ұялы телефондар болады. Ол жұрттың бәрінде болмайды. Ол жаңағы осы біздің компанияларда болатын. Содан әлгі іс-сапарға кетіп бара жатқан адамдарға әлгі телефонды береді. Сосын сол телефонмен мен ауызша мысалы хабарлаймын. Енді көбінесе біз мемлекет басшыларының сондай хабарларын беріп жүрдік қой, сапарларынан. Президент қолдауы. Материалдарын беріп жүрдік. Сонда сол бірінші телефонмен айтам, оны жаңағы телевидениенің өзінде жазып алатын ондай мүмкіндік та жоқ. Біздің сонда енді қазақ радиосы ол біздің неге кіреді ғой, сонда қазақ радиосында жазып алады телефонмен. Содан кейін жаңағы телевидениеға береді. Олар осыдан жаңағы бейне көріністі бәрі перегонмен беріп қоямыз. Содан әйтеуір сонымен жауып сөйтіп беретін болды. Қазір енді мүлде басқаша ғой. Қазір сол бір жерде отырып барлық жүйені көрсетуге болады. Мысалы жер серіктік байланыс шықты. Енді қазіргі жағдай айтары жоқ, керемет қой. Жаңағыдай біліктілігін арттыру үшін мамандар әртүрлі курстардан өте салады деген сияқты. Ол кезде ондай жоқ. Сіздер қалай біліктіліктеріңізді арттырдыңыздар? Мен мысалы өзім
осы телевидение келгенде енді мен айттым ғой, мен енді тілдің маманы емеспін, өзім үйрене бастадым. Сосын барып біз жаңағыдай үлкендердің айтқандарына құлақ асатынбыз. Білмейтін нәрсемді білетін адамдар ол кезде білікті, өте қазақ тілін өте керемет білетін. Мысалы менің есімде, мен осы Целиноград облыстық телевидениесінде басқарғанда бізде Нөгербек Мағзумов деген ағай болатын, радионың бас редакторы, осы облыстық радионың. Сол кісі керемет білетін осы қазақ тілін. Сонда сол кісіден барып сұрап алатынмын, мысалы сондайлар. Енді ол кісілер бәрі дүниеден өтіп кетті ғой, енді сол иманды болсын. Сондай жағдайлар. Сосын мен мысалы өзім қатемен жұмыс деген өзіме дәптер арнағам. Сонда қатемен жұмыс деп, мысалы мен қайбір сөздерді дұрыс айтпадым ба, не болмаса дұрыс түсінбедім ба, мен соларды жазып отыратым. Өйткені адам жазып отырғанда оның есінде өте жақсы сақталады. Бас режиссер, бас редактор дегендер болады. Жұма сайын жаңағы лездеме ғой, сонда болып тұрады. Сонда әркімнің қатесі айтылып отыратын. Біз енді республикалық телевидениеде жұмыс істегенде, ол лездемеде сенің атың жаман жағынан аталып жатса, одан артық саған енді жаза болмайтын енді сол. Сондықтан әрбір адам өзінің жұмысына өте ұқыптылықпен, тиянақтылықпен қарау керек қой сол. Мен ойлаймын, телевидениенің үш тұғыры бар. Үш тұғыры. Оның біріншісі, кез келген журналист болсын, жүргізуші болсын, оның асқан жауапкершілігі. Қандай сөзді қолданып жатырмыз, не айтып жатырмыз, соған асқан жауапкершілікпен қарау керек. Ол бірінші. Екіншісі, ненің болса да мөлшерін біз білуіміз керек. Шама шарқын, шегі болу керек. Мысалы, егер біз асқа тұзды көп салып жіберсек, ол ащы болып кетеді. Не болмаса айтады ғой, ботқаға майды салсаң, ол дәмі бұзылмайды деп. Жоқ, егер оған тым көп май салып жүрсең, ол жүректі айнытып жібереді. Сондықтан не нәрсенің болса да шегін біліп отыру керек адам деген. Қай жерде күлу керек, қай жерде қалай отыру керек. Сосын үшінші нәрсе, телевидениеде де ұсақ-түйек деген нәрсе болмайды. Кейбір жерлерге, мысалы, осы мен бір мәтіндерді дұрыс оқымап едім, ой, ештеңе етпес, ешкім көрмеген шығар, не болмаса басшылар байқамаған шығар деген, ондай болмау керек. Ұсақ-түйек деген нәрсе болмайды. Ол телевидениеде жұмыс істеп жүрген журналистің болсын, тележүргізушінің болсын, бәріне ондай ұсақ-түйектердің бәрі әсер етеді. Себебі телевидение дегеніміз өзі ең алғашқы құрылғанда ол асқан, өте қуатты психологиялық құрал, ол жаңағы адамдардың сана сезіміне әсер ететін құрал. Сондықтан оған өте абай болу керек деп ойлаймын. Баян Балтабайқызы, енді сұхбатымызды тәмамдайық. Сол кезді қаз қалпында айтып бердіңіз бізге. Бір ностальгия болды, сол уақытқа саяхаттап келгендей болдық. Сізге көп рахмет уақыт тауып келгеніңізге. Сондай бір қиын қыстау кезден өтіп, бізге осындай жалпы журналистиканың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып кеттіңіз. Сізге алғыс айтамыз, бас иеміз. Рахмет сіздерге де шақырғандарыңызға. Енді осы сіздердің де бағдарламаларыңыз әрдайым көрермендері көп болып, алға жылжи беруіне тілектеспін. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, бізде қазақ телевизиясының ардагері Баян Секербай қонақта болды. Көк байрағы желбіреген, абыройлы да айбынды, беделді де берекелі ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болғай. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты болсын.
Енді әкем өмір бақи қызметте істеген ғой. 25 жыл Совет үкіметінде мәдениет басқарғаннан бастап, жаңағы 3-ші хатшылыққа дейін қызмет жасады, ауданды басқарды. Көбінесе болашақты болжай білді ма деп ойлаймын. Себебі осы білім саласына келуіме, ағылшын тілін меңгеруіме менің әкемнің ықпалы болды. Балам, сен ағылшын тілін оқисың, Инязға барасың деді. Әке неге деп сұрағанымда, сен ел көресің, жер көресің. Біздің тәуелсіз еліміз дамып келе жатқан кезде, ертең сенің мамандығың өте қажет болады. Болашақ ағылшын тілі деді. Ол 95 жылы, 11 сынып оқып жүрмін. 94-тен 95 жылға өткен жылы. Мен 4-ші курста оқып жүріп ақ, мектепте жаңағы мұғалім болып жұмыс істедім. Мұғалім болып жұмыс істеп жүрген кезде менің байқағаным ағылшын тілінің шынымен де халыққа керектігін байқадым. Және қазіргі ашылып жатқан орталықтар сол кезде мен армандадым. Бірақ білімімнің аздығын өзім түсіндім. Себебі әкем бізге берген ақылында тамағыңды адал тауып же. Егер бір жұмыс бастасаң, сол жұмысты сен адал істе дейтін. Мен енді жолдасыммен бөлісіп, мен білім керек екен маған, мен халықты алдай алмаймын ғой деп жолдасыммен ақылдасқанымда, жолдасым не істейміз деп өзіме сұрақ қойды. Сол кезде екеуміз ақылдаса келе, үлкен кредит алып, 2 жылға магистратураға Кардиф Метрополитен университетіне, Англияға, Лондон қаласына оқуға түсіп кеттім. Сол алған білімім бойынша келіп, өзіміздің жердегі енді идея болды ғой, проблема, енді қай жерден ашам ол орталықты. Мен енді қалай халықтың проблемасын шешем дегенде, өзімде ата-ана ретінде балаларымды ағылшын тілін оқытам деп келдім ғой, енді ел көріп, жер көргеннен кейін. Мен өзімнің балаларымды жаңағы Алматының шетінде тұратын болғандықтан, енді бізде Қаскелеңнен Алматыға жету өте үлкен проблема болды. 2011 жылы өткені жол кептеліс мәселесі бойынша мен балаларымды Алматыдағы курстарға да бере алмадым. Сондықтан да жаңағы ата-аналардың ұсынысымен бірінші орталықты осы Қарасай ауданында, Қаскелең қаласында аштым. Балаларын жазған кезде бірден өтірік айтпасам, бір 58 оқушы келді ғой. Көбінесе ауылдан келген балалар болды, ағылшын тілін білмейтін. Сол кезде мен алдыма мақсат қойдым. Мен осы ағылшын тілі курстарын ашатын болсам, тек қана ауылдың балаларының деңгейін көтеру үшін деп. Себебі өзім сол тіл мәселесіне келген кезде ауылда өскеннен кейін көп қиыншылық көрдім ғой. Сол 2013 жылы бірінші орталық күз айында ашылған, сентябрь айында, содан бері міне 9 жылға кетіпті. Біз Қаскелең қаласында ашылғаннан кейін бізге Ұзынағаш, Талғар, Исік сияқты аудан орталықтарынан да ата-аналар хабарласып, біздің балаларға да осындай мүмкіндік берсеңіз деп, осы орталықтарымыздың, компанияның өсіп кеткені сол халықтың сұрауы болды. ақш-тың 32-ші президенті Рузвельттің айтқан жақсы сөзі бар. Сіз өзіңізден мемлекет маған не береді емес, мемлекетке мен не берем деп бірінші сұрақ қойыңыз дейді. Жұмысқа келген кезде де енді біз бір компания ретінде, бізде бір мемлекетпіз ғой, жұмысқа қызметкерлер келген кезде менің бірінші сұрағым, сіз компанияда не алам емес, бірінші компанияға не берем деген жаңағы оймен келуіңіз керек деп әр қызметкерге осы сұрақты қалай түсінесіз деп сұрақ қоям біріншіден. Екіншіден, егер ол сұрақты дұрыс түсінген адам ертең қоғамға да не берем мен осы еліме не берем деп өзіне жиі сұрақ қояды деп ойлаймын. Тәуелсіздік деген ол көзге көрінбейтін құндылық, ол біз үшін еркіндік, ол біз үшін қазіргі тұрақтылық. Мысалға, Арманның мына осы орталықтардың қазір жұмыс істеп тұруының өзі тәуелсіздіктің арқасы деп ойлаймын. Себебі тәуелсіз мемлекет болмасақ, біз бұндай жетістікке мен мысалға жетпейтін едім деп ойлаймын. Енді менің осы уақыттағы, осы 30 жылдағы жеткен ең үлкен жаңағы жетістігім ол менің басым, менің жолдасым және 3 балам.